Сәлеметсіздер ме? Мен Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Ерксек елді мекенінің номер 11 Матвей Петрович Окриков атындағы жалпы білім беретін мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Сүйінбай Керемет. Менің туған жерім табиғаты әсем, көркем өлке. Мен сіздерді мені қоршаған әлем, ғажайып әлеммен таныстырғым келеді. Таң атады. Мына аспан мәңгіліктің айнасыдай, көкжиекке сыр бүккен жайнасыдай. Дала жатыр тербеліп үнсіз ғана, ғасырлардың шежіре сайрасыдай. Күннің нұры үміттің шырағындай, түнгі аспан ойлардың тұрағындай. Адамзат пен табиғат егіз ұғым, бірінсіз бір өмірдің сұрағындай. Таңмен таласып оянған тірі ағзалардың көрінісінің өзі бір ғажайып. Таңғы шықтың өзі керемет көрініске ие, тылсым бір дүниені сипаттап тұрғандай. Әрбір шық тамшысы өмірдің белгісі. Табиғаттағы гүлденген ағаштардың өзі, тіпті иттің өргені, құстың сайрағаны әрбір адамзатқа әлемнің ғажайыптығын сезіндіріп тұрғандай. Табиғат қандай керемет десеңізші, осы сәтте табиғат ерекше тыныштықпен сұлулыққа бөленіп, жан дүниеңе жылулық ұялатады. Гүлсіз мүктердің өзі бөлек бір ағза. Қаншама көздің жауын алатын түрлі түсті гүлдердің сан алуан түрлілігі ғажайыпқа толы екені сөзсіз. Гүлді өсімдіктердің тозаңдануы да үлкен процесс. Өсімдіктер тіршілігінде гүлдену ерекше кезең болып табылады. Гүлдену өсімдіктің көбеюге дайындалу кезеңі. Көктем мен жаз мезгілдерінде көптеген өсімдіктер гүлдеп, айналаны түрлі түске бояйды. Гүлдердің түсі, иісі және пішіні әр түрлі болады. Бұл ерекшеліктер жәндіктерді тарту үшін қажет. Әдемі гүлдер тек табиғатты көркейтіп қана қоймай, өсімдікке ұрпақ жалғастыруына да көмектеседі. Табиғатта бәрі бір-бірімен байланысты. Қараңызшы, кішкентай аралардың өзі табиғатқа қаншама үлес қосады. Тозаңдану өсімдіктердің көбеюінің негізгі жолы. Аралар табиғаттың кішкентай, бірақ маңызды еңбекқорлары. Олар болмаса көптеген өсімдіктер жойылар еді. Сол әрекетке көбелектердің де үлесі бар. Кішкентай әсем қанатын қаға отырып, әрбір гүлге 30 секунд уақытын бөледі екен. Осы уақыт арасында шірнеулерін жинап алып, тозаңдануға үлес қосады. Табиғаттағы жемістер алуан түрлі, әр адамға пайдалы болып келеді. Олар ағаштарда, бұталарда және кейбір өсімдіктерде өседі. Жемістердің құрамында дәрумендер өте көп болғандықтан денсаулыққа пайдалы. Әр мезгілде әр түрлі жемістер пісіп, табиғаттың байлығын көрсетеді. Жемістер жануарлар мен адамдар үшін маңызды қорек көзі болып табылады. Самал желі уақыттың демі септі, жапырақтары сыр шерте, ескертекті. Табиғатта үнсіздік жоқ ешқашан, әр тынысы бір жұмбақ кешілмекті. Табиғаттың тауы мен аспаны, суы мен желі табиғатты ерекшелендіре түсіреді. Бұл сарқырама 2008 жылға дейін Красный водопад деп аталып келген. Қазіргі таңда сарқырама деген атаумен аталады. Табиғат адамға тыныштық пен шабыт сыйлайтын шексіз әсем әлем. Жаңбырдың жауғаны, жапырақтардың түсуі, қардың өзінің ерекше әсемдігі бар. Жердегі жыбырлаған құрт құмырсқалардан бастап, жануарлар мен құстардың өзі де табиғатқа пайдасын береді. Табиғаттағы жануарлар әр түрлі ортада тіршілік етеді. Кейбірі орманда, кейбірі далада, ал енді бірі суда өмір сүреді. Жануарлар табиғаттың тепе-теңдігін сақтауда маңызды рөл атқарады. Олар қоректену арқылы бір-бірімен байланысып, тіршілік тізбегін құрайды.
табиғатты қорғау жануарларды қорғаумен тең. Бірақ адамзат табиғаттан өзіне керегін алып қана қоймай, бірнеше табиғатқа зиян келтіретін экологиялық факторлардың туындауына да себепкер болып отыр. Жылыжайлар мен зауыт фабрикалардың көптігі, олардан шығатын улы газдары атмосфераның құрамын бұзуда. Қоқыстардың көптігі қоршаған ортаны ластауда. Судың ластануы судағы тіршілік тізбегін бұзуда. Топырақтың құрамының бұзылуы эрозияға әкеліп соғуда. Осы экологиялық мәселелерді шешуде қолға алуымыз қажет, өйткені таза табиғат болашақ ұрпаққа қажет. Батар күннің бейнесінде мың бар нәзік, сағыныштай жан түбіме тұнған ғажып. Өмір деген осы емес пе? Бір сәуле боп, жарқ етіп ап, өтер шығар бір күн азып. Көкжиекке жұтылғандай алтын дәурен, сан ой келер жүрегіме толқып терең. Күн батуы табиғаттың бір жыр боп жазған, мәңгі өшпес көркем сурет, үнсіз өлең. Күн батуы табиғаттың тәуліктің ауысуын білдіретін әсем құбылыс. Бұл құбылыс суретшілер мен ақындарға шабыт сыйлайды. Табиғаттағы экожүйе сақталуы тиіс. Сондықтан мен баршаңызды табиғатты аялауға, оны қорғауға шақырамын. Табиғатты қорғау болашақты ойлаумен тең.